Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай сан торт жасайтын боламыз. Випопай міндетті түрде соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Толық рецепті видеоның астында жазылған. Мінекей қамырына керекті заттар: 3 жұмыртқа, шекер, ұн, какао, сары май мен Қазақстан шоколадты водяной баняда ертіп алғанмын. Және қопсытқыш керек болады. Осылай ертіп аласыздар сары май мен Қазақстан шоколадты. Ең бірінші, одан соң 3 жұмыртқаны жарып, шекер қосып, көпіргенше миксермен шайқап аламыз. Мінекей осылай ағаруы керек. Одан соң Қазақстан шоколадпен сары май ертілген, оны міндетті түрде кішкене суытып аламыз. Суыған соң осылай араластырып, ұнға какао және қопсытқышты қосып, құрғақ заттарымызды араластырып аламыз. Одан соң миксерге 2 бөлікке бөліп, осылай құйып, жақсылап араластырып аламыз. Мен 11 деген санды жасайтын боламын. Осындай трафаретті аламыз. Оны пергамент қағазына ручка, қаламның көмегімен осылай сызып аламыз. Сізге осылай сызғаныңыз көрініп тұруы қажет. Қамырды алып, қасықтың көмегімен қамырымызды жағып шығамыз. Бұл қамыр 3 санға жетеді. Яғни мен 1 саннан 3 рет жасайтын боламын. Бұл бір торттікі. Санды жаққан кезде қатты жұқа болып кетпеу керек. Осы қамырды 3 бөлікке бөліп жағасыздар. Қызып тұрған пеште 8 минут пісіріп аламыз, 180 градуста. Піскеннен соң, тура пісіп шығарған кезде трафаретті үстіне қойып, пышақтың көмегімен түзулеп аламыз. Егер тортымыз суып қалса, кесілмей қалуы мүмкін. Ал енді торттың кремін жасаймыз. Ең бірінші творожный сыр, оған шекер қосып, 2-3 минуттай шайқап аламыз. Артынан сливкиді қосамыз. Барлық заттар енді холодильниктен шыққан болуы керек. Ең бірінші жай жылдамдығында миксердің, одан соң кішкене жылдамдық қосып, 5-6 минуттай шайқап аламыз. Өзі қою бола бастайды. Одан көпте шайқап жібермеңіздер. Неге осылай қоюлана бастайды, өз формасын ұстап тұрады. Содан соң крем дайын деген сөз. Енді тортымызды жинап бастаймыз. Мен 2 торт жасаған болатымын. Осылай кремді жағып шығамыз. Видеоның астына мен 1 торттың рецептісін, заттарын жаздым. Егер 2 торт жасаймын десеңіздер, 2 еселеп жасай бересіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай, әрі әдемі болып көрінеді. Бетін кез келген жеміс-жидек, шоколад, өзіңіздің қалағаныңызша әдемілеп сәндей бересіздер. Мұздатқышта, яғни холодильникте кемінде 3-4 сағат тұру керек. Ас болсын!